Ақшаға байланысты сізде егерде мынандай ойлар болатын болса, ақша тауып жүрген адамдар олар дұрыс жолмен тауып жүрген жоқ, арамдықпен табады, не болмаса бай адамдар эгоист, не или мен жасайтын еш нәрсе қалған жоқ, барлығы уже жасап қойған адамдар деген сізде сондай ойлар болса, осы видеоның соңына дейін көріңіз. Негізінде мен осы оймен келіспеймін. Неге десеңіз, ол реальный өмірде, дәл қазіргі жағдайда ол шынайы емес, ол сіздің ойыңыз ғана да, сіздің убеждениеңіз, наным сенімдеріңіз сондай. Сіз өзіңізді солай ақтап аласыз десем, мысалға, біреуге ауыр тиюі мүмкін да. Қалай сонда мен жаман өмір сүріп жатырмын ғой, жақсы өмірге сүруге менде мүмкіндік болса, мен соны қолданбайтын еді деп ойлайсың ба? Мен қиналып жүрмін ғой, маған мүмкіндік берілсе, мен соны істеп кетпейді деп ойлайтын ба едің деп, қазір көп адам келіспеуі мүмкін, қарсыласуы мүмкін, көп адам келіспеуі мүмкін. Әрине, қанша адам болады, соншама ой бар. Осы жерде сіздермен толықтай бөлісе кетейін деген ойым осы видеода. Негізінде сіздің сенім нанымдарыңыз, убежденияларыңыз сондай болатын болса, қатып қалған болса, мен жақсы өмірге лайықты емеспін, ақша маған оңай келмейді, ақша маған қиын келеді, мен 24/7 жұмыс істеу арқылы ақша табуым керек деген ойлар болатын болса, онда ол ойларыңыз сіздің дұрыс емес. Ол ойды жаңа ойға ауыстыру керексіз. Негізінде ми привычкамен өмір сүреді. Сіздің жазылып қалған, жатталып қалған сол қағидаңызбен өмір сүреді. Негізінде ми. Сол үшін миға дұрыс сенімдер, дұрыс нанымдар сіз кіргізуіңіз керек. Одан кейін дәл сол сіздің баяғы стресспен, уайым, қайғымен қимылдаған миыңыз енді жақсы оймен, сіз берген жақсы мотивациямен, жақсы оймен, негізінде жақсы өмірдің бар екеніне сеніп өмір сүреді. Ми привычкамен қимылдайды. Сол үшін қазірден бастап өзіңіздің ойыңызға жақсы ойларды кіргізіп алыңыз. Кәдімгі үйге ремонт жасағандай, үйдегі ескі құсқы дүниелерді, заттар шығарып тастағандай, керек емес заттарды шығарып тастағандай, өзіңіздің ойыңыздан, миыңыздан керек емес сол наным сенімдеріңізді өте қиындататын, барлығына қиын көзбен қарайтын көзқарастарыңызды шығарып тастаңыздар да, миыңыздан. Кәдімгі ескі құсқы мебель шығарып тастағандай шығарып тастап, миыңызға жаңалыққа, жаңа өмірге орын, пространство босатыңыз да, және сол жерге тек қана жақсы ойларды кіргізіп, жақсы ойларды ойлау арқылы өміріңізге жақсылық шақыра аласыздар. Барлықтарыңыз осылай жасап көрсеңіздер екен, ол мүмкін емес нәрсе жоқ. Шектеу тек қана өзіңізде. Осылай жасаңыздар, сау болыңыздар.